саламатсыздар ма? Мен сендерге мына сиқырлы көмекті жібердім. Әр санның зертханалық тапсырмалары бар. Егер сендер тапсырмаларды орындап шықсаңдар, кішкентай зерттеушілер құрамына кіріп, менің лабораторияма қонаққа келесіңдер. Іске сәт, кішкентай бүлдіршіндер. Жарайды, рахмет. Олай болса, балалар, бүгін біз зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Бізге Жанерке ғажайып сәт дайындап келген екен. Кәне, Жанерке? Судың суы ағады, бірақ ақ болса да қарамыз, шешуін кім табады? Жарайсың. Бұл не екен, балалар? Сүт. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз сүтпен тәжірибе жүргіземіз. Сүттің құрамын және сүттің қандай екенін анықтаймыз, қасиеттерін анықтаймыз. Бүгінгі біздің бірінші тәжірибеміз сүттің қасиеттерін анықтау. Олай болса, іске сәт. Алдымен алдымыздағы сүтті ыдысымызға құямыз. Содан кейін ыдыстағы бояуды сүттің бетіне құямыз. Алижан, сен сүттің бетіне қандай түсті бояу құйдың? Сары. Қандай түсті бояу құйдың? Сары және көк. Жарайсың. Әмір, сүттің бетіне қандай түсті бояу құйдың? Көк. Сары. Жарайсың. Ал енді таяқшаны алып, майлы таяқшаны алып, сүттің бояудың үстіне батырамыз және сол әсерді бақылаймыз. Шұғыла, сенің сүтің не істеді? Биледі. Жарайсың. Жанерке, сенің сүтің не істеді? Биледі. Не себепті билеп жатыр? Өйткені жоғшаттың молекуласымен сүттің молекуласын қосқанда, сүт билегенде әсер қалдырады. Жарайсыңдар, тамаша. Мадина, сенің сүтің не істеді? Біледі. Жарайсыңдар, тамаша. Таяқшамызды қоямыз. Балалар, тыңдаңдар. Шұғыла. Яғни түйіні сүтпен жуғыш заттың молекуласы араласқанда билегенде әсер көрсетеді екен. Неғұрлым сүттің майлылығы көп болса, соғұрлым әсері тез және белсенді болады екен. Тамаша, балалар, рахмет.